Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қазақ тіл пәні бойынша емтихан нұсқаларын талдайтын боламыз. Бұл бізде екінші нұсқа. Оқушылар жалпы аралық емтихан тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бізде бірінші тапсырма оқылым тапсырмасы. Оқылым тапсырмасына бізге 1 балл беріледі екен. Сұрағында бізге берілген оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу деп бізге берілген екен. Енді бізге мәтін берілген. Олай болса, мәтінді сіздерге толықтай оқып шығайын. Мамандық таңдау маңызды іс. Уақыт өте дәстүрлі мамандықтар сұраныстан айырылып, жаңа маман иелері пайда болады. Fast Future британдық агенттіктің футурологтары 2030 жылы сұранысқа ие болып, кең жайылатын мамандықтардың тізімін болжады. 17 жылдан кейін заманауи инженерлер мен сату бойынша менеджерлердің орнына мынадай маман иелері қажет болады. Ғылым жетістіктер этикасының маманы. Бұлар адамдарды клондау, өкілдерді тірілту сынды адам өмірі мен өлімінің этикасына қатысты мәселелерді шешеді. Ғалымдардың ойлауынша, ол уақытқа дейін өмір мен өлім адам қолында болады екен. Ғарыш туризм мамандары, ұшқыштар, борт инженерлер мен гидтар. Дамыған технология ғарышқа саяхаттауға мүмкіндік беріп, жаңа жұмыс орындары мен қамтамасыз етеді. Жер болашақта үлкен құндылыққа айналып, жерді үнемдеу өмірдің кез келген саласында байқалады. Осы салада жұмыс істей алатын мамандардың қажеттілігі де артады. Климат өзгерісі бойынша маман болашақта ең жиі кездесетін мамандықтардың қатарында болады. Виртуалды құқықтың заңгері қарапайым заңгерлерден де үлкен сұранысқа ие болады. Ал виртуалды әлемді жинастыратын адам электронды почта, гаджеттер мен компьютерлердегі файл мен папкаларды реттеп береді. Енді оқылым тапсырмаларын сіздерге енді толықтай оқып берді. Енді тапсырмаларды орындайық. Мәтіннің әрбір азат жолында берілетін тірек сөздерді жазыңыз деген. Бірінші енді жазып кетейік. Жалпы мамандық таңдау, дәстүрлі мамандықтар, жаңа мамандықтар, ғылым этикасы, клондау, өлім мен өмір, ғарыш туризмі, ұшқыш гид, технология, жер құндылығы, үнемдеу, жаңа жұмыс, климат өзгерісі, болашақ маман, виртуалды заңгер, почта, файл, реттеу. Бұл бізде тірек сөздер. Негізгі ойды анықтаңыз деген. Болашақта жаңа технологиялар мен жаһандық өзгерістерге байланысты жаңа мамандықтар пайда болады және олардың қажеттілігі артады деп жазған болатын. Ал бізде көтерілген мәселеге комментарий жазыңыз деп бізге берілген екен. Мәтінде болашақ мамандықтар жайлы қызықты болжамдар айтылған. Расында да технология дамыған сайын жаңа бағыттар пайда болып, дәстүрлі мамандықтар өзектілігін жоғалтады. Сондықтан әр адам заман талабына сай білімін алып, болашаққа дайын болуы қажет деп жазған болатын оқушылар. Екінші тапсырма бұл бізде жазылым тапсырмалары. Мамандық таңдау адам өміріндегі маңызды қадам тақырыбында аргументативті эссе жазыңдар. Өз ойыңды дәлел келтіре отырып жаз деп бізге берілген. Сөз саны бізде 130-140 сөз екен. Олай болса, оқушылар, тапсырмамызды бастайық. Бізде тақырып мамандық таңдау адам өміріндегі маңызды қадам. Мамандық таңдау әр адамның өмірінде қабылдайтын ең маңызды шешімдерінің бірі. Бұл қадам адамның болашағына тікелей әсер етеді. Себебі дұрыс таңдалған мамандық адамның кәсіби жетістігіне, әлеуметтік жағдайына және өмірлік қанағаттануына негіз болады. Мысалы, біреу бала кезден дәрігер болуды армандайды, ал енді біреуге техника қызық. Адам өз қабілеті мен қызығушылығына қарай мамандық таңдаса, ол жұмыстан ләззат алып, нәтижелі еңбек ете алады. Бүгінде көптеген жаңа мамандықтар пайда болуда. Сондықтан жастар заман талабына ескере отырып, болашақта қажет болатын мамандықты таңдауы тиіс. Бұл табысты болашақтың кепілі деп жазған болатын оқушылар. Келесі бізде үшінші тапсырма. Әдеби тіл нормалары 1 балл деп бізге берілген. Сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, сенімді етістіктер сөз тіркестерін ажырату, қолдану.
сөздердің байланысу түрлерін сәйкестендіріңіз деп бізге берілген. Бізде мен ұшқышпын, бұл бізде қиылысуға жатады. Ал келесі мамандық таңдауға бізде қабысу жатады. Ал мамандықтардың тізіміне бізде матасу жатады. Ал келесі бізде маңызды іске, бұл бізде жанасу жатады. Ал болашақта байқалады дегенге бізге меңгеру жатады екен, оқушылар. Олай болса, оқушылар, біз толықтай екінші нұсқаның имтихан нұсқаларын толық талдаған болатынбыз. Оқушылар, енді осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар, оқушылар. Олай болса, бүгінге осы, сау болыңыздар.